Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз осындай сырный лепешки дайындайтын боламыз. Өте тойымды әрі тез дайындалады. Қараңыз, жұмсақ, арасында сырмен, таңғы асқа тез және тойымды. Қазір қажетті заттарын көрсететін боламын. Таңғы асқа қажетті заттар бізде жұмыртқа 5 дана, сүт 200 грамм, 200-250 граммдай ұн, қызанақ, көк пияз және сыр. Бірінші жұмыртқамызды жарып аламыз. Енді осыған сүтімізді құйып араластырамыз. Енді ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырып, біркелкі болу керек. Жақсылап араластырып алдық. Енді міне осындай сұйық болу керек. Енді осының үстіне қызанағымызды тураймыз. Ұсақ төртбұрышты қылып турап салу керек. Қазір біреуін көрсетіп жіберейін. Осылай. Осындай төртбұрышты қылып турап саламыз. Қызанағымызды турап болдық. Енді осыны қамырымызға қосамыз. Енді келесі кезекте көк пиязымызды тураймыз. Енді көк пиязымызды турап аламыз, ұсақтап. Бәрін алдын ала жуып алдық. Көк пиязымызды да осылай ұсақтап турап аламыз. Көк пиязымызды да турап болдық. Енді осыны да мынаның үстіне қосып жібереміз. Келесі кезекте бізде сыр. Сырды теркіден өткіземіз. Сақтап.
сырымды өткізіп алдым. Енді ыдысқа салып алып қоя тұрамыз. Себебі бұл деген жаңағы сырный лепешканың ортасына себіледі. Енді наны жақсылап араластырып, таңғы асқа өте жақсы, тойымды болып және де тез дайындалады. Енді осының үстіне дәміне қарай тұз саламыз. И жақсылап араластырамыз. Енді табамызды қыздырып, табамызға біртіндеп құямыз. Табамыздың астын қосып, май жағып аламыз. Май жағып аламыз. Қазір қызғаннан кейін лепешканы құямыз табаға. Табамыз қызды. Енді осыны үстіне құямыз. Блинмен ұқсатып пісіреміз. Орташа отта. Бірінші бір жағын жақсылап пісіріп аламыз, сосын екінші жағына қарай аударамыз. Енді лепешкамызды екінші жағына қарай аударып аламыз, екінші жағын пісіреміз. Осылай шамалап сеуіп, піскенше тұра-тұрады. Енді мына екінші қызарғаннан кейін былай аламыз да, осылай бүктеп сырный лепешкамыз дайын болды. Міне қараңыз, қандай әдемі, әрі тойымды. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер.